Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымызды түсінде көрудің хикметі. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз менің YouTube каналыма. Алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Абу Хурайра радиаллаху анхудың жеткен хадисінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде-кім мені түсінде көрсе, расында ол өнінде көргендей болады. Яғни шынымен көргендей болады. Ертең ақыретте өлім ұйқысынан оянған соң пайғамбарымызды, яғни Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көргендей болады дейді. Тағы бір екінші хадисінде адам кімді қатты жақсы көрсе бұл дүниеде, кімді көп ойласа, кімді жақсы көретін болса, ертең ақыретте сонымен бірге тіріледі дейді. Түсіндікті, иә? Әлбетте біздің табиғатымызда түс көру деген бар. Түсімізде көбінесе нені ойласаң, соны көреміз. Мәселен, жұмыс, машина, бала-шаға, әйелдер, тағы басқа. Бүткіл мұсылмандардың арманы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көру. Барлығымыздың арманымыз сол. Енді маған көп сұрақтар келіп жатыр. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қалай түсімізде көреміз деп. Соған мен осы видеоны жүктеп отырмын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсімізде көру үшін көбірек салауат айту керек. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын біліп, оның ата-анасын, оның бүткіл өткен қиыншылықтардан біліп, қандай қиыншылықтардан өтті, барлық пайғамбарлардың алдында гүл төселген емес, барлық қиыншылықтан өткен, соның барлығын білуіміз керек әлбетте. Кейбір ғалымдарымыз кімде-кім Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көретін болса, ол адам иншалла жәннатқа кіруіне үміт етіледі дейді. Хадистің жалғасында шайтан барлық адамдардың кейпіне ене алады. Түсіндік қой? Шайтан барлық адамдардың кейпіне ене алады түсімізде. Любой адамның. Тек қана Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кейпіне ене алмайды екен. Жалғыз Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғана, яғни шайтан пайғамбарлардың бейнесіне, суретіне кіре алмайды екен. Көрдіңіздер ғой? Сонда біз түсімізде көрген кезде тек Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көргендей болады екен, көреді екенбіз. Иншалла Аллах тағала нәсіп етсін сол күндерді. Яғни біз түнде жатарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып, дұғаларын айтып, дұға қылып, Аллахтан сұрап, ықылас қылып, соны жатайық, ниет қылып жатайық. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның салауат айту, мен айтып өтейін. Аллахума салли ғала сайдина Мұхаммад. Яғни, Аллахума салли ғала сайдина Мұхаммад. Аллахума салли ғала сайдина Мұхаммад. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үнемі салауат айтып, соның сүннетімен жүріп, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, комментарияларды жазғандарыңызды мен күтемін. Сұрақ болса мен жауап беремін. Келесі кездескенше менің каналымда сау, сәлемет болыңыз.